Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге мамықтай жұмсақ балды торттың құрамымен жасалу жолын бөліскім келеді. Үлпілдеген балды корждар қаймақты крем мен қара өрік тортқа жаңа дәм мен ерекшелік сыйлайды. Сіздерге не ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Егер арнама жазылмаған болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыз. Рецепт өте оңай және тез дайын болады. Бірге жасап көрейік. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 100 грамм бал, 200 грамм қант, 100 грамм сары майды салып, баяу отқа қант пен май ерігенше қоямыз. Қант пен май толықтай еріп, біркелкі масса пайда болғанда оттан аламыз және 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Сода өз реакциясын беріп, массада ақ көбіктер пайда болады. Массамызды сәл суытып алу үшін 10 минутқа қалдырамыз. Дайын болған массамызға 3 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, осыған 470 грамм ұнды қосып қамырымызды дайындаймыз. Оның тығыздығы әр түрлі болуына байланысты, мен айтқан шамадан не аз не көп болуы мүмкін. Бастысы қамырымыз өте қою, осындай масса болып шығуы тиіс. Қамырымыз өте жабысқақ, жайғанда ыңғайлы болу үшін оны жақсылап себеміз. Әр коржды дайындау үшін шамамен 2 ас қасықтан кетеді. Корждардың формасын пешке салмай тұрып, немесе піскеннен кейін келтіріп алсаңыз да болады. Корждар өте тез дайын болады. Температура 180 градус, уақыт 3-4 минут. Мендегі форманың диаметрі 22 сантиметр. Дайын болған корждар өте жұмсақ, әрі үлпілдек болып шығады. Корждың кесілген шеттерін үгітіп, тортты әсемдеуге пайдаланамыз. Кремін дайындаймыз. Ең оңайы қаймақты крем. Ол үшін 900 грамм 20%-ден кем емес қаймақ және 120 грамм қант ұнтағы. Сондай-ақ балдың дәмі жақсы байқалу үшін тағы да 70 грамм балдан қостым. Барлығын жақсылап араластырып, тортты жинай береміз. Тортты жинағанда жылжып кетпес үшін астына кішкене қаймақтан саламыз. Тортымызды жинаймыз. Әр коржға 3-4 ас қасықтан креммен саламыз. Тортымыздың дәмі ерекше әрі қызығырақ болу үшін қара өрікті ұсақтап салсаңыз болады. Болмаса қарақаттың тосабын қоссаңыз өте үйлесімді. Менің арнамдағы басқа да видеоларды көру үшін осы видеоның астындағы 3 бұрышты батырманы бассаңыз, видеоға қатысты толық ақпарат пен каналдағы басқа да видеоларға тікелей сілтемені көресіз. Корж жұмсақ болғандықтан мен пешке тағы бір салып, сәл қызартып алып, үгіттім. Мінекей біздің балды тортымыз дайын болды. Енді крем сіңу үшін тоңазытқышқа кем дегенде 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Тортымыз өте дәмді, нәзік әрі мамықтай жұмсақ болып шықты. Құрамындағы қара өрік пен қаймақ балды тортқа үйлесіп, жаңа дәм береді. Егер сіздерге де осы торт ұнаған болса, онда міндетті түрде лайк басып, бағалап жіберіңіздер. Және осы торт жөнінде пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.